Ben selamünaleyküm. Biz Sancho bugün bizler deйтін өзіміздің гаражымызға обзор жасайтын боламыз. Достар, вообще дейтін қалай айтсам болады. Сіздер алда түсіріп жүрген осындай бір хромаки анау мынау деген емес. Өзімнің басқа ол офисім. Ал қазір менің ол гаражым, қазір менің гаражым бар, новый дегендей. Ойнайтын мен арттағы бетті көрсетпей ақ қояйын, бұл жерде түсіре берейін, бұл диван әрине. Онда достар, осы видеоға 10 лайк жинап тастасаңыздар, сол кезде ғана мен дейтін ештеңе соңында айтпасам, соңына дейін қарап кетіңіздер, сол кезде сіздер комментария жазып кетіңіздер, ол қандай не екені. Жайтында достар, мен дейтін өзіміздің обзорымызға көшейік. Достар, мынау менің аяғым. Вообще достар, мен біріншіден өзімнің велигіме обзор жасағым келіп тұр. Бұл обзор дегенде, обзордың обзоры да. Бұл Уралды сіздер айдай алмайды десеңіздер, мен обдуша айдайым. Просто оның да аяғы шымбиып. Сондықтан бір кішкене қиын болады. Ал достар, мынау аткенчек. Бұл аткенчекті әкем жасаған болатын. Ана гараждан есігіне шығып, әрине гараждың есігі ашық тұр. Қазір түн әрине. Білмеймін, түнге нормально болып кетті. Бұл енді бір кішкене нормальный деуге болады. Бірақ кішкентай балдарға болады, бірақ үлкенде, мен мысалы 12-11 жастағы адамдар отыратын болса, уже бұл дейтін шықырлап бастайды. Осылай да. Бұл достар диван. Бұл шапка, мынау жастық. Бұл дейтін диван. Бұның артында бір темірлер жатыр. Баклашка жатыр. Достар, мынау да екеуі диван. Және бұл жерде ағаш кесетін бар. Бұл ағаш кесетін, пайдай, ағаш турайды бұл. Көрінбей. Достар, бұл дейтін турайды. Бұл тоққа қосасың. Сосын найырден аласың. Найырда қалып қойғандарын тазалап тастайсың. Бұл достар қазан. Бұл қазанның ішінде дым жоқ, пайдай. Қазанның ішінде дым жоқ. Бұл заттар әкеме керек тек. Бұл зат сварка. Достар, сіздерге бір қызық зат көрсетейін ба? Әрине бұл бильярд көріп болғандарыңыз бар. Бұл бильярд деген бильярдта көсене. Бильярд. Бұл жерде тастар. Әрқайсысына 8, пай түгелі 16. 3x3 не істейсіңдер? Сосын кешіріңіздер қазір. Міне. Фильтрсін азайттық. Басын неге басқаша деп ойласаңыздар, бұл дейтін просто бойың жетпей жатса, бұл осы керек затта. Ой, ё-моё, операторлар ұйықтап отырды. Бұл достар, міне, осылай бой жетпей атса керек зат тек. Ал бұлай мен аталам ше бұны. Атайын ба? Бұл ату оп бұңа ше негіз. Просто цикать обязательно.
Bize çıkıp ketти. Бұл достар, әрине бұл видеоға дейтін комментарияға бильярд деп жазып кетсеңіздер, бұл бильярдты мен сіздерге үйретем. Қандай ходтар бар, қалай атады, қай жерде қаттату керек, қай жерде оңай, вообще средний ату керек, қай жерде вообще әлсіз ату керек дегендей осындай заттарды үйрететін боламын. Ал бұл іліп қоятын зат. Іліп қоятын. Мана мысалы бас киім бар. Бұл бас киімді іліп қоямыз. Достар, енді бұл светтер әрине. Ал бұл вообще даже көрсете аламын. Так, светін жағайық. Бұл менің інімнің өзінің балдырғаны. Ал бұл қарындасымдікі. Ал бұл папаға керек зат. Ал мынау достар, сіздерді піштіретін ойнайтын. Бұл да коляска, бұнда кішкентай кезімде отырған, менің інім отырған бұл коляскаға. Білмеймін, аса қатты ондай қызық емес болатыр әрине. Что за красавчик. Достар, бұлды светін сөндірейік. Бұны жауып қойық. Так, достар, жауып қойдық. Бұл дала. Бүтілі дала дейсіне. Бұл дала. Анау да дала. Достар, аса қатты ондай мәнісі жоқ шығар бұл видеоның. Басқа дым жоқ, достар. Достар, онда осымен видео аяқталды деуге болады, себебі басқа ондай қызық емес, ештеңе жоқ. Қызық емес түгелі. Если осы видеоға бір 10 лайк жинайтын болсаңыздар, достар, сіздерге мен дейтін өзімнің әкемнің Нивама обзор жасайтын боламын, достар. 10 лайк терсе жинапсаңдар. Ақтай малдайсыңдар. Вообще мен 10 лайкқа осы шүкір етем, себебі менде бұрында 10 лайк, 30 лайк жиналып тұратын. Оставлю канал, бля. Менің негізі, достар, каналым болатын. Бірақ оға мән бермей қойыңыздар. Все, мына каналды мен дамытамын, все болды. 30 подписчикке дейін тез жеткізсек. Біз 19 подписчикпіз. 30 подписчикке тез жеткізсек. Негізі біздің целіміз 100 подписчикке жету. Вообще, достар, осы видеоға онлайн жинапсақ, сол Ниваға обзор жасайым. Если комментарияға бильярд, мұны жазып кетсеңдер, мен онда бильярдты үйретем сіздерге. Мен бильярдта мастермін деп ойнайтын. Все, достар, онда давайте пау деп айтпай қой, кездеспей қой. Подписывайтесіңіздер, лайк басып, комментария жазып, колокольчикті шіртіңіздер. Сол кезде менің бірінші видео шыққандарымды бірінші олып сіз көретін боласыздар. Сондықтан колокольчикті шіртіп жер, подписывайтесіңіздер. Вообще, комментарияға бильярд деп жаз, или Нива деп жаз. Сол екеуінен қайсысы көп ұтады, соны түсірем. Давайте онда. Пау!